Жиырма бірінші ғасырда тек қаржылы еңбек қана қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, жаңа сапалы өмір жетістігіне жеткізеді. Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Свою профессию пришла в 80. Өзімнің кәсіби мамандығыма 1982 жылы аяқ бастым. Менің негізгі мамандығым ағылшын пәнінің мұғалімі болғандықтан, өз еңбек жолымда мектепте ағылшын пәнінен сабақ беріп бастадым. Мен институтта оқыған кезімде бізде оқытушылар құрамында мықты мамандар болатын. Ол кез 1970 жылдардың еншісіндегі уақыт. Олар сонымен қатар шетелде, Австралияда жұмыс істеген, шетелдік әдебиетті ұнататын мықты оқытушылар болды. Поскольку я хотела, чтобы совмещать и... Мен тіл біліктілігін қатар алып жүру үшін сол институтта өзім үйренген ортаға баруды жөн көрдім. Сондықтан да мен сол кездегі Сәкен Сейфуллин атындағы кітапханаға жұмысқа орналастым. Оның Целиноградта беделі жоғары болатын. Бағыма орай шетел әдебиеті бөлімінде бір орын бос болды. Кітапханалық еңбек жолым дәл сол Сейфуллин кітапханасынан бастау алды. Оқырмандар да, біздер де ол кітапхананы жақсы көретінбіз. Мама у меня была медик, отец был шахтером, потому что я из Караганды сама. Менің анам медицина саласының маманы, әкем шахташы. Сондықтан да мен Қарағанды өңірінің тумасымын. Білесіздер ме, бұрынғы уақыттарда адамдар кітап көп оқитын. Мен және менің замандастарымның балалық шақтарында кітаптардың көп оқылатындығы есімізде. Ата-аналар өз балаларына кітап оқып беретін. Өз кезегінде балалар болса, сол кітаптарды қарап шығатын. Менің ойымша, дегенмен көп нәрсе отбасына байланысты. Егерде отбасында кітапқа деген махаббат, оқуға деген құмарлық сезілетін болса, сондай-ақ егерде ата-аналар өздері де кітап оқитын болса, онда балаларға да сол жол бұйырады. Ал мынадай технологиясы дамыған заманда, әсіресе монитор алдынан көз алмайтын балаларды күштеп оқыту мүмкін емес. Менің ойымша, оларға оқы деп жай бұйрық бере салуға болмайды. Для того, чтобы пропагандировать литературу и привлекать читателей, мы, конечно же... Әдебиетті насихаттап, оқырмандар назарын өзімізге аудару үшін біз түрлі әдеби клубтар ашып, кездесулер, конференциялар, сабақтар және өзге де іс-шараларды өткіземіз. Бұл жастардың да көңілін кітапханаға бұру үшін жасалынып жатқан игі істер. Қазіргі заманауи әлемде оқырмандардың кітаптар мен кітапханаларға деген қызығушылығын арттыратын көптеген түрлі әдістер бар. Мәселен, әдеби клубтарда жас оқырман автор туралы көптеген қызықты мәліметтер алуына мүмкіндігі бар. Том или ином авторе. Кітапханашының міндетіне көптеген жұмыстар кіреді. Әсіресе ең бірінші оқырманға қызмет көрсетуіміз керек. Яғни оның сұранысын орындап, жай ғана қызмет көрсету емес. Оқырманмен міндетті түрде әңгімелесу қажет. Оның алған кітабына да мән беріледі. Егерде оқырман Марининнің еңбегін сұраса, яғни оның детектив жанрына қызығатынын байқауға болады. Мәселен, оқырмандардың кейбірі келген кезінде кітапханашымен сөйлескісі келетіндігін сеземін. Егерде ол алған кітапты оқыған болсам, немесе ол автор маған ұнайтын, немесе ұнамайтын болса да, мен кез келген жағдайда оқырманмен өзара байланыс орнатып, екеуара ара кітаптың мазмұнын талқылаймыз. Біздің заманауи ғасырда барлық салада талап мықты. Сонымен қатар кітапханашының да міндеті осал емес. Бұл тұрғыда әсіресе жоғары білім алу маңызды рөл атқарады. Ол біздің елімізде беріледі. Жас буындар кәсіби кітапхана білімін беретін түрлі университеттер мен жоғары оқу орындарын аяқтап жатыр. Сол алған білімдерін олар тәжірибе жүзінде қолдана алатындары сөзсіз. Әрбір мамандық бұл өзіндік әлем. Біздің түсірілім топ әрқайсының өз тарихын көрсетеді. Күн сайын, жыл сайын алып еңбек елі қалай бой көтеріп келеді.